Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, арнада көзбе-көз сөзбе-сөз хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қызылорда қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Қожантаев Шалқар Кеңесбайұлы. Шалқар Кеңесбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сауалды былтырғы жылдың маусым айының 29 күні жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодекс жөнінде тоқталсақ. Жалпы осы кодекске өзіңіз толыққанды тоқталып, қандай өзгеріс енгізілген, бұл кодекстің өзгелерден ерекшелігі қандай? Саламатсыздар ма? Расында дұрыс айтасыз. Өткен жылы ел басшысымен осы жаңадан қабылданған әкімшілік рәсімдік процесс кодексіне қол қойылып, біздің елге айтсақ, бұл жаңадан қабылданып жатқан заң әкімшілік юстиция деп аталады. Бұл негізі батыс елдерінде және тәуелсіз мемлекеттік достық елдерінде бұл кодекс жұмыс жасап жатыр. Бізде енді осы ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап заңды күшіне еніп, аталған кодекс қолданысқа алынады. Яғни бұл кодексте не реттеледі деп айтсақ, бұл кодекспен мемлекеттік ұйымдар мен жеке және заңды тұлғаның арасындағы дауды негізінен қарау мақсат болып есептеледі. Бұның алдында қазіргі таңда әкімшілік рәсімдердегі заңы болса, және бұл істер азаматтық процестік кодекс пен азаматтық кодекспен реттелетін болса, енді арнайы осы бөлек заңмен реттелетін болады. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, бұған дейін де бұндай істер қаралып келді ғой, әкімшілік сотта. Енді бұл заңның жаңа кодекстің енгізілуімен қандай ерекшелік енгізіледі? Кімдер қарайтын болады бұл істерді, және арнайы мамандандырылған судьялар тағайындала ма? Түсінікті. Расында айтасыз, бұндай дауларды қазіргі қолданыстағы азаматтық процесс кодексі қарастырылған. Енді бұл әдейі арнайы бөлек кодекстің қабылдану себебі өзіңізге белгілі мемлекеттік органдар, ұйымдар мен жеке заңды тұлғалардың арасындағы теңдік жоқ, оны бәрімізге белгілі. Ал азаматтық кодекс пен азаматтық процесс кодекс пен, яғни екі жақ тең болуы тиіс. Ал бұл кодексте екі жақ бұл мемлекеттік ұйым мен жеке заңды тұлғалардың арасында теңдік болу мүмкін емес. Сондықтан азаматтар мемлекеттік органның әрекетіне дау айтқанда, мемлекеттік органның сот алдында өз кінәсіздігін дәлелдеуі міндетті болып есептеледі. Бағыттардың бірі. Сондықтан бұл істерге соттың да белсенділігі болады. Соттың өз құзырет шегінде қосымша іс материалдар сұратып, істің әділді шешім қабылдауына бағытында жұмыс жасайды. Дегенмен айта кететін керек, алдымен азаматтар мен заңды тұлғалар алдын ала сол мемлекеттік органның әрекетінің келіспеген жағдайда алдын ала сояққа шағымданады. Содан кейін ояқтан нәтиже болмаған жағдайда сотқа жүгінеді. Сот қарап нүкте қояды деп ойлаймыз. Енді дәл осы тұста мынандай сауал туындап отыр. Өзіңіз айтып қалдыңыз, мемлекеттік мекеме мен жеке және заңды тұлғалар тең емес. Бұл жаңа кодекстің енгізілуімен мемлекеттік мекемеге белгілі бір басымдық беріліп кетпей ме? Жеке және заңды тұлғаның құқығы шектеліп? Жоқ, басымдық бермейді. Керісінше мемлекеттік орган өзінің әрекетінің дұрыстығын дәлелдеуге міндетті болып есептеледі. Яғни азаматтардың және заңды тұлғалардың мүдделерін шешуге қабылданып отқан кодекс болып есептеледі. Яғни бұрынғы қазіргі қолданыстағы кодекспен екі жақ тең болып тұр ғой, заң бойынша. Жай сөзбен айтқанда, қалай мемлекеттік органмен және азаматтар тең болу мүмкін емес. Мемлекеттік органда білесіз ғой, аппарат, көптеген аппарат бір тұлғамен соттасқанда өзіңіз білесіз ғой, қандай күш-жігері жұмсалады мемлекеттік орган тарапынан. Менің түсінуім бойынша, енді жаңа кодекстің енгізілуімен мемлекеттік мекеме міндетті болады өзінің кінәсіздігін ешқандай барлық құқықтарын пайдалана отырып, жеке және заңды тұлға алдында кінәсіз екенін дәлелдеп шығуға міндетті болады. Міндетті болып есептеледі. Себебі өзінің әрекетін дәлелдеу керек қой. Соған шағым беріліп отыр. Заңды. Түсінікті. Енді
Бұл жаңа кодекстің осыған дейінгі қолданыста болған кодекстерден басты ерекшелігіне тоқталыңызшы. Бір ерекшелігін атап өттіңіз. Енді мемлекеттік мекеме мен жеке және заңды тұлғалар тең емес, және де мемлекеттік мекеме міндеттеледі өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін. Өзге де бір өзгешеліктер бар ма? Өзгешелігі сол, бұл әкімшілік юстиция дейді. Азаматтардың және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғануын күшейту мақсатында жасалып отқан мемлекет тарапынан қабылданып отқан шара деп есептейміз біз. Сонымен қатар бұл істерді қарау үшін арнайы соттар құрылып жатыр қазір. Енді осы судьяларға тоқталайықшы. Бұл судьялар қазіргі кезде білімдерін жетілдіру үстінде ме, әлде осыған дейінгі жинаған және де осыған дейінгі өздерінде бар тәжірибемен жаңа кодекс бойынша іс жүргізе бере ме? Яна айтып кеткендей, бұндай істер бұған дейін де қаралып келе жатыр. Яғни бұл соттар осы сот жүйесінің ішкі штат құрылымынан құрылып жатыр. Қазіргі әр облыста ел басшысының жарлығымен соттар құрылды. Қазіргі таңда судьяларды іріктеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Жоғарғы сот кеңесімен және жоғарғы сотпен бірлесіп, тәжірибесі мол, істерді жақсы көрсеткіштері бар судьяларды арнайы осыған дейін олар бірнеше ай бұрын тәжірибеден жоғарғы сот жанында сот әділдігі академиясын ұйымдастырылған оқу бағдарламалардан тәжірибеден жетілдіріп, осы сотқа арнайы дайындалып жатыр. Негізі ойымша, бұл сотқа жоғарғы сотында басым бағыттар бірі тәжірибелі судьяларды іріктеп алып жұмыс жасау. Түсінікті. Енді жоғарыда атап өттіңіз, бұл ТМД елдерінде енгізілген жүйе. Біздің елімізге былтырғы жылдан бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша енгізіліп отыр. Енді өзіңіз және де әріптестеріңіз әкімшілік істе қарап жүрген және де сол істе белгілі бір шешімдерді қабылдап жүрген маман ретінде айта аласыз ба? Жалпы өзге елдердегі тиімділік қандай? Енді өзге елде тиімді деген ол азаматтың құқығын қорғауының бірі болып саналады ғой. Сондықтан тиімділігін біз ойлаймыз, мемлекеттік органмен әрекетімен келіспеген азамат өзі дау айтып отқан іс әрекеті бойынша өзінің әрекетінің дұрыстығын дәлелдеп шықса, сол тиімді деп есептейміз, тиімділіктің бірі деп есептейміз. Өзінің құқығын қорғағаны тиімділіктің бірі болып саналады деп есептейміз. Түсінікті. Енді дәл осы тұста мемлекеттік мекеме міндетті өзінің кінәсіздігін жеке және заңды тұлға алдында дәлелдеуге міндетті. Бұл тұста сот тарапынан, сот төрағасы тарапынан жеке және заңды тұлғаға қандай да бір көмек шаралары, кеңес беру шаралары жүргізіле ме? Жоқ, мемлекет тарапынан? Мемлекет тарапынан қолдау көрсету мақсатында? Қолдау көрсетілмейді. Енді соттың алдында барлығы тең ғой. Енді жеке және заңды тұлғалар өздерінің өкілдері болады, қорғаушылар, заңды өкілдері арқылы дәлелдеп шығады. Жалдай өздері жүгінеді солардың көмегіне. Солар арқылы сот процесіне қатысады ғой. Бірақ сот жеке және заңды тұлға толық құжаттарды ала алмай, ұсына алмаса, өзінің белсенділігімен мемлекеттік органнан сұратып, тиісті дәлелдемені жинақтауға мүмкіншілігі бар. Түсінікті. Енді жоғарыда айтқанымыздай әкімшілік соттың судьясыз. Жалпы әкімшілік сотта қандай істерге басымдық берілген және де қандай істер көбіне қаралып жатады, қай істерге қатысты үкім жиі шығады? Енді қазіргі таңда мен жұмыс істеп отқан әкімшілік сот біздің негіз қарайтын істеріміз әкімшілік құқық туралы істер болып есептеледі. Яғни ол күнделікті өмірде орын алып жатқан заңбұзушылықтарға байланысты, яғни жол саласында болсын, кәсіпкерлік саласында болсын, отбасы тұрмыс қарым-қатынаста соған байланысты құқық бұзушылықтар істер бойынша болады. Ал мына жаңадан қабылданған кодекс бойынша ол әкімшілік істер болып есептеледі. Бөлек. Өзінше бөлек қаралады. Бөлек ол, оның мазмұнында басқа. Жаңа сізге айтқандай мемлекеттік ұйымның әрекетімен келіспеу, соның талап етіп барған мәселесінің шешілмеуіне байланысты болып есептеледі.
соған. Түсінікті. Енді былтырғы жылы өзіңіз білесіз, еліміз бойынша, әлем елдері бойынша да пандемия орын алды. Ел шекаралары жабылды, ешқандай қарым-қатынас болған жоқ. Дәл осы тұста осы пандемия сот ісіне, сот жұмысына қалай әсер етті? Қызметкерлердің жұмыс жасау әрекеттеріне? Сұрағыңыз дұрыс, өте. Біз енді пандемияға байланысты емес, сот жүйесінде қазіргі Қазақстан Республикасы цифрлық бағдарламасына байланысты, цифрлық Қазақстан деген, соған байланысты сот жүйесі де бүкіл жұмысын цифрландыруға көшкенбіз. Яғни біздің сот 2018 жылдан бастап электронды форматта істерді қабылдап, алшақтықтан істерді қарау жүйесіне көшкенбіз. Енді сіз айтып кеткендей, өткен жылдан бір пандемия болып, соған байланысты біздің де жұмысымыз онлайн форматқа көшірілді. Яғни істердің барлығы өзіміздің төрелік бағдарламасына байланысты WhatsApp дейді, Тромпкомп дейді, Zoom деген бағдарламалар арқылы алшақтықтан істерді қарап отырық қазіргі таңда. Іске тұлғалар онлайн түрде қосылып, тиісті мақсатында қаралып, шешімдер қабылдануда. Енді дәл осы тұста айтыңызшы, біз журналист ретінде бірнеше процеске қатыстық. Бірнеше сот үкімін естідік. Қатысуымыз онлайн өтті. Бірнеше қиындықтар туындады. Жалпы өздеріңізге қашықтықтан жұмыс істеу қаншалықты тиімді болды, және де қандай да бір туындаған мәселелер болды ма? Бізге айтайық, біздің жұмысымыз бойынша ешқандай қиындық туындаған жоқ деп есептеймін. Істер онлайн форматта заң талапқа тиісті түрде қаралды, тиісті шешімдер қабылданып, іске қатысушылардың құқықтары барлығы сақталды, өз мүмкіншіліктерін жүзеге асыруда. Онлайн форматта ешқандай біздің жұмысымызға кедергі келген жоқ деп есептеймін. Түсінікті. Енді пандемия тақырыбын тағы бір қаузайық. Әкімшілік құқық бұзушылық істер қаралады дедіңіз. Сіз қызмет ететін сотта. Осы пандемия келгелі отбасы айналасындағы құқық бұзушылық мәселелері жиіледі ме, сиректеді ме? Расында карантин жарияланып, алдында төтенше жағдай болды, одан кейін карантин шаралар әрі осы күнге дейін жалғасуда. Отбасы тұрмыс қарым-қатынастағы құқық бұзушылықтар азайған жоқ деп айта алмаймыз, орын алуда. Бірақ қатты өсіп кетті деп айта алмаймыз. Енді өзіңізге белгілі ғой, ол жалғыз бізде ондай орын алған жоқ, дүние жүзінде басқа елдерде осы пандемияға байланысты, карантин шаралар қолдану байланысты осындай құқық бұзушылықтар көбейген. Яғни отбасылардың ажырасу дегенде, басқа да ондай өзіңізге белгілі ғой. Сондықтан азаматтар енді білесіз ғой, бір жерде отбасының арасында түсініспеушілік туындайды. Соған байланысты осындай заңбұзушылықтар орын алып, әкімшілік құқықтық істер қозғалып, өз шешім табуда. Енді отбасылық құқық бұзушылықтарға қатысты көрсеткіш жылдағыдан не азайған жоқ, не болмаса көбейген жоқ дейсіз ғой. Сол өзінің қалпымен қазіргі таңда қаралып жатыр. Бір қалыпта сол қаралып жатыр. Түсінікті. Енді Шалқар Кеңесбайұлы, студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Түсінікті, жаңа кодекс енгізілді. Жаңа кодекс осы жылдың 1 шілдесінен бастап өз жұмысын бастайтын болады. Судьялар да осы тек мемлекеттік мекеме мен жеке және заңды тұлғалардың ісі бойынша өз жұмыстарын жүргізе бермек. Сәттілік тілейміз. Енді қанша дегенмен мемлекеттік мекеменің де жеке және заңды тұлғаның да құқығы қорғалуы керек. Соттың төрағасына сенім білдіріп барғаннан кейін сол сенім ақталса деген барлығында бір үміт. Рахмет, көптен көп. Рахмет. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.